қандай адамның өмірі өзгермейді? Осы сұрақ маған жиі қойылады. Великий обманщикті тыңдаған адамның өмірі өзгермейді. Сіздер маған үнемі Мақпал сен өтірік айтасың деп айтасыздар. Шын мәнінде өтірік айтатын біздің басымыздағы умымыз. Яғни ол бізге сен байқұссың, сен бейшарасың, сен жазылмайсың, сен ақшасыз қаласың, өмірің өзгермейді дегенді күн сайын әртүрлі бәлдір батпақты біздің миымызда үздіксіз айтады. Біз соны тыңдаймыз да, кері шегініп, алдыға қадам баспастан, расымен де ақиқат сияқты соған сенеміз де өміріміз өзгермейді. Сондықтан өмірі өзгертетін адам өзінің миына өз шындығын құрай алатын. Расымен де менің қолымнан келеді. Менің өмірімде ғажайып болады. Өмір керемет, яғни мен жақсылыққа жетем деген сияқты өз шындығыңызды миыңызда жасауыңыз керек. Біздің ұңымыз өткен шақтан басталады. Өткен шақта көрген қиындықтардың негізінде ай деп әртүрлі нәрселерді біздің басымызға құрайды, төндіреді, сендіреді, алдыға қадам басқызудан бізді үнемі қорғайды. Сондықтан великий обманщик тыңдайсыз или мен тыңдайсыз?